Сәлем қыздар, бүгін біз таңқурай зефирін дайындаймыз. Ол үшін бізге белогымыз және де шекерімізді миксерге қойып, баяу араластырамыз. Сотейнигімізге малинамызды салып ертіп аламыз. Не болмаса еріген жұмсақ малина болса, осылай блендердің көмегімен есіп пюресін ғана аламыз, дәнінен айырамыз. Дайын болған пюреміздің көлемі бізде 150 граммды құрау керек. Дәні кедергі жасайды, сол себептен дәнінен бөлеміз. Шекерімізді саламыз. Агар-агарымызды және де суымызды қойып, жақсылап араластырып біркелкі отқа қоямыз. Отқа қойып, біздің сиропымыз 100 градусқа жеткенше бір қалыпты араластырып тұрамыз. Сиропымыз 100 градусқа жеткен кезде біздің миксеріміздегі араласып жатқан белогымыздың жылдамдығын арттырып, белогымыз 2 есе ұлғайғанын күтеміз. Және де 110 градусқа жеткен кезде сиропымызды оттан алып, міне осылай миксеріміздің тағап шеткі жағынан бастап чаймен құйып шығамыз. Қатты жылдамдықта араластыру керек. Массамыз отырып қалмау үшін. Және де сиропты құйып болғаннан кейін 1 минут шамасында тағы да қатты жылдамдықта араластырып аламыз. Біздің массамыз плотно болу қажет. Міне осындай ізі қалатын, өзін ұстап тұратындай. Және дайындалған мешогымызға өздеріңіз қалауларыңызбен насадканы қойып, зефирімізді салып, барлығын мешокқа салып алу керек. Себебі агар-агарымыз тез қатқандықтан массамыз қатып қалады. Міне осындай мешогымызға салып, пергамент қағазын бетіне зефирімізді отырғызамыз. Өз қалауларыңызбен формасын жасасаңыздар болады. Егер сіз агар чили қолданатын болсаңыз, 2 сағаттың көлемінде сіздің зефиріңіз дайын болады. Егер агардың өзі қолданатын болсаңыздар, 8-10 сағаттың шамасында кебеді. Және де кепкен зефиріңізді қолға жабыспайтын үстінен сахарный пудрамен кукурузный крахмалды қосып, осылай сеуіп шығамыз. Бір-біріне біріктіреміз, артық ұнтақты түсіреміз. Бұл бізде қолға жабыспау үшін осылай крахмал ұнтағы мен қант ұнтағын бірге қосып себеміз. Міне осындай табиғи бізде дайындалған зефиріміз өте жұмсақ ортасы. Сіздермен бірге болған Жайдия кондитерлік орталығы ас болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.